Ассаламуалейкум баршаңызға. Бүгін YouTube арнамызда кезекті тақырыбымыз трейдинг саласында мотивациямыз бен энергиямызды қалай сақтауға болады. Жалпы трейдинг саласында білесіздер, әр күні әртүрлі ситуация болады. Яғни, ожидание реальность деген нәрсе бұл жерде өте қатты жұмыс жасайды. Енді трейдерлар жақсы табыс тауып келе жатады да, бір күні бірнеше стоп-лосс алуы мүмкін. Вот осы нәрсе именно жақсы табыс тауып келе жатып, мүлдем минус болмау деген нәрсе именно трейдинг саласындағы трейдердің көңіл күйіне қатты әсерін береді. Бірақ та бұндай ожидание негізінде болмауы қажет деп айтқым келеді. Неге? Өйткені біз рынокты басқара алмаймыз. Рынокта әртүрлі ситуация болады, әр күні әртүрлі жағдай болады. Бірақ та сіз егер де анализіңіз дұрыс, бірақ та минус алып қалатын болсаңыз, ол сіздің жаңағы көбінде андай болады. Күнделікті табыс тауып жүрсе, мен мықты трейдермін деген өзінде сенімділік болады. Ал стоп-лосстар көбейіп кеткен кезде мен мықты емеспін, уже наоборот, жаңағы нашар трейдермін деген ой келіп қалуы мүмкін. Вот осы жағдайда білесіздер, жалпы өмірде мотивация деген нәрсе тұрақсыз нәрсе. Ал мотивация бізде бірден өседі, бірде түседі, бірде өседі, бірде түседі. Бұл бізді үлкен жетістікке жетуге жетелеуші жол деп айта алмаймын да. Ал нақты үлкен жетістікке жететін бұл бізде дисциплина болып табылады. Әрине, трейдердің дисциплинасын қалыптастыру өте қиын. Неге өйткені бұл психологиялық тұрғыда трейдинг саласы өте ауыр салалардың бірі. Неге өйткені ол жерде сіздің нәпсіңіз, өзіңіздің нәпсіңізбен күрес жүретін нағыз бір айқас деп айтуға болады. Яғни ол жерде сіз бірінші кезекте не істейсіз? Қанағатшылдық, шыдамдылық және де өзіңіздің жалқаулығыңызды жеңу, еңбектену деген нәрселерді қолданасыз. Яғни көбімізде трейдинг саласына келіп, бір-екі кнопканы бастықта сонымен ақша тапқымыз келеді. Бірақ та оған дейінгі, мысалға біліміміз бар, оған дейінгі жасаған практика анализіміз бар, иә. Вот сол нәрселерді жасағымыз келмей, просто бір кнопканы басып ақша таба салғымыз келеді. Ол нәрсе болмайды. Ал трейдингта нағыз трейдерлар қалай жасайды? Күнделікті келеді, өзінің графигіне отырады, қолына контекстін құрады, анализін жасайды. И сол бойынша контекстіне келіп, анализіне келіп, кіру нүктесіне анықталған кезде сделкаға кіреді. Егер де стоп-лосс алған жағдайда тағы бір сделка қарастырып көруге тырысады. Енді бірнеше стоп-лосстар қатарына болып кеткен жағдайда онда сол күнгі сауда жүйесін тоқтатады. Бірақ ол сіздің қатарынан стоп-лосс алып кетуіңіз сіздің нашар трейдер екеніңізді білдірмейді. Яғни сіздің стратегияңыздың жұмыс жасамайтынын білдірмейді. Просто сіз әр күнде әртүрлі ситуация болатындықтан бір күні сіздің көңіл күйіңіз әсер етуі мүмкін, бір күні сіздің жаңағы дұрыс ұйықтамағаныңыз әсер етуі мүмкін, бір күні рынокта өте көп манипуляция болуы мүмкін деген сияқты да. Ал бір күні жаңағыдай трейдерлар уже түсінетін шығар. Басқалар идеальный қозғалысты көріп тұрған болса, сіз мүлдем ештеңе көрмей қалатын кездер болады да. Яғни рынок түсініксіз болып тұрады. Вот осындай жағдайларда сіз не істейсіз? Өзіңіздің бір алгоритміңізді құрып алғаныңыз дұрыс. Мысалы ретінде, бүгін жасағыңыз келмей тұр ма, бүгін ештеңе түсінбей тұрсыз, онда жасамайсыз. Одан кейін жаңағы риск бойынша стратегияңызды қойдыңыз, стоп-лосспен кетіп қалды ма, екі рет стоп-лосспен алып кетті ма, демек сол күні қайтадан сделка жасамайсыз. Ал одан кейін күні мысалға өте активный күн, рынокта әдемі қозғалыс болуы мүмкін. Сізде әдемі стратегияңыз қолданып, әдемі анализ жасауыңыз мүмкін. Вот соларды қолдана отырып, алдыңғы күнгі алған стоп-лосстарыңыздың барлығын жаңағы ақтап алуыңыз әбден мүмкін да. Яғни бұл жерде маңыздысы не? Тұрақты түрде алгоритммен, тұрақты түрде стратегиямен жасай беру. Яғни әрине мотивацияның рөлі бұл жерде өте маңызды. Яғни мотивация қай кезде пайда болады? Когда сізде белгілі бір мақсат болғаны және де сіз өзіңізге сенімді болған кезде. Яғни сіз өзіңізге сенімді болып, мотивацияңыз мықты болып тұрған кезде сіздің миыңыз да дұрыс жұмыс жасайды және сіздің сделкаңыздың орындалуына сенімді болудың арқасында сіз дұрыс анализ жасай аласыз. Дұрыс анализ жасайтын болсаңыз, уже не болады? Сіздің жаңағы сделкаңыз плюсқа шығады. Ал кейбір күндер болады қалай? Мотивацияңыз жоқ, ешқандай өзіңіздің миыңыз жұмыс жасамай тұр, ешқандай ештеңе көрмей тұрған кездерде, ол кезде уже не? Сделка жасамайсыз. Бұл жердегі не нәрсе? Алгоритміңіз сізде тұрақты түрде орындалуы болып тұр да. Бұл жердегі маңызды нәрсесі. Яғни алгоритм бойынша не? Мен өзіме сенімді анализ көріп тұрған кезде жасаймын, мына кезде жасамаймын. Сөйтіп, бірақ тоқтатпайсыз да. Тоқтатпайды, жасай бересіз. И сол арқылы плюс анализіңізбен риск менеджментіңіз дұрыс болатын болса, мысалы қатарынан стоп алған күндерді сіз бір-ақ сделкамен ақтап алуыңыз мүмкін. Вот осылай дисциплинаны сақтап, плюс алгоритм стратегияңыз қолданып, тұрақты түрде жасай беретін болсаңыз, вот осы жерде сізде ары қарай общий бір аймен есептеген кезде сіздің общий депозитіңіз мынандай деңгейге өсетін болса,
болса, демек осы кезде сізде сенімділік артады, мотивация пайда болады. Осы арқылы сіз өзіңіздің ары қарай карьераңызды, трейдинг саласында карьераңызды сөніп қалмай жалғастыруға осы нәрсе көмекші болады деп айтқым келеді. Жалпы бөліскім келген ақпарат осы. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.